Сәлеметсіздер ме балалар, көңіл күйлерің қалай? Жақсы, отыра қойыңдар. Балалар, біз алдыңғы сабақта қандай тақырыпты қарастырдық? Дәрумендер туралы, иә? Ал үйден не істеп келдік? Дәрумендер дегеніміз не жалпы? Орнымыздан тұрып айта қойықшы, дәрумендер дегеніміз не? Айта қой, Аруна. Дәрумендер деген не? Дәрумендер дегеніміз тағамдардың ішінде болатын пайдалы органикалық заттар, иә? Жақсы. Ал дәрумендер қандай тағамдардың құрамында болады, еңлік? азық-түліктердің құрамында. Тұрып айта қой. Қандай тағамдардың құрамында болады? Құрамында өте көптеп кездеседі екен, тіпті күннен де ала алады екенбіз. Жақсы. Олай болса, енді балалар, біз тағы да осы сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Ендігі кезекте осы дәрумендердің адам өміріндегі маңызы және оның жетіспегеннен қандай аурулар туындайтынын қарастырамыз. Сабағымыздың мақсаты дәрумендердің ағзаға жетіспеушілігі және одан туындайтын ауруларды білу, қарастыру, қандай тағамдарды жегеніміз дұрыс екенін осы сабақта қарастырамыз. Олай болса, балалар, кішкене қазір осы дәрумендер туралы, ағзамызға қаншалықты қажет екені туралы бейне баяндама көріп жіберейік. Сәлем, мен Руслан. А, Б, С, Д, Е, К латын әліпбиінің әріптері ғана емес, дәрумендердің де атаулары. Бұл организмге аса пайдалы және қажетті заттектер. Біз оларды тағамнан аламыз. А дәруменін өсумен көру дәрумені атауға болады. Себебі ол арқылы сен жақсы өсесің, ал көзің тамаша көреді. Сонымен қатар күн сәулесінде көп серуендеу қажет. Себебі дәрумені күн сәулесінің әсерімен теріде түзіледі. Денсаулығы зор, күшті, ақылды және сымбатты болу үшін тағам арқылы дәрумендермен қатар минералды заттектерді де алу қажет. Мысалы, темір, кальций, йод, мырыш, магний және басқаларды. Кальций сүйектің мықты болу үшін, ал тістің түйшеге ұшырамай сау болу үшін қажет. Кальций сүтте, сүзбеде және басқа сүт өнімдерінде көп мөлшерде кездеседі. Балалар, видео көрсетілім таныс болса, енді ары қарай тапсырмалар орындау үшін топқа бөлініп алайық. Келе қойыңыз, наның үстін басыңыз. Сіз екінші топ болдыңыз. Ары қарай келесі. Үшінші топқа орналасыңыз. Бірінші топқа орналастыңыз. Олай болса, видео көрсетілім түсінікті болса, видео көрсетілімнен не түсіндік, балалар? Дәрумендердің адам өмірінде қандай маңызды екен, және біз оны қай жерден ала алатынымыз туралы түсінік қалыптасты. Олай болса, қазір жеке және топтық жұмыстарымызды жасаймыз. Дескрипторлары, жұмыс тәсілдерінің бәрі берілген. Ал келесіге топтық жұмысты береміз. Топтық жұмыс. Сіз қарастырасыңдар шеуің. Серпіту сәті. Келесі, сіздер қандай тапсырма берілген? Жарнама жасайсыздар. А, Б, С витаминдеріне жарнамалайсыздар. Оған не істеулеріңіз керектігі, не жасау керектеріңіз көрсетілген, астында дәрумен туралы не жасау керек жарнамалар. Сіздерге олар жеке жұмысты қорғамаққанда, сіздер топтық жұмыс жасаймыз. Бірігіп екіге бөлінеміз да, қазір сен диетологсың деген тапсырманы топтық жұмыста орындаймыз. Сіздерге диетолог, сіздерге қандай дұрыс тамақтану күнделігін осы топта қорғап шығамыз. Жұмысымызды бастайық, балалар. Ермектің көзінің нашарлауы дейді, не себепті ол нашарлап тұр? Себебі оған А витамині
жетіспей тұр. Жаз. А витаминді жетіспегеннен болып тұр. тері. Мен қандай тағамдар құрамында болады? А дәрумені, бауыр, сарма. Ал балалар, олай болса тапсырмамызды бастайық. Жеке жұмыстардан бастайық. Арына шыға қойыңызшы. Жеке жұмысыңыз, сіздің тапсырмаңыз қандай берілген? Дәрумендерге жарнама. Дәрумендерге жарнама дейді. Қандай дәруменге жасадыңыз? А және Б. А және Б дәруменіне. Дәруменнің атауы А дәрумені ретинол, В дәрумені тиамин. Өте жақсы, тамаша. Қандай тағамдарда кездеседі? В дәрумені күріш, бидай, арпа, сүт өнімдері тағы басқа өнімдерде кездеседі. А дәрумені бауыр, сары май, сүт, балық майында болады. Жүйке жүйесінің қызметінде маңызды рөл атқарады. А дәрумені ағзаның өсуі және дамуы, көздің жақсы көруі үшін қажет. Ағза үшін тамшылардың алмасуының бұзылуына апарып соғады. А дәрумені жетіспесе тері құрғақ болып жарылады. Күнделікті қажет мөлшері. В дәрумені бір тәуліктегі қажет мөлшері 1,5 және 2,5 мл. А дәрумені бір тәуліктегі қажет мөлшері 1,2 мл. Өте жақсы. Балалар көшібет көрсетейік. Жақсы, я? Сізге мәне А, Б витаминдері бейнеленген 3 балл. Жақсы. Енді келесі тапсырмамыз келе ғой. Еңілік. Миға шабуыл сіздің жеке тапсырмаңыз. Жеке тапсырма миға шабуыл. Адам ағзасына қажетті 3 дәрумендер. 3 дәрумен. Ағзасы дәрумендері адам ағзасына қажет. А, Б, С дегендер. Күн сәулесінің дәрумендері қалай аталады? Д дәрумені деп аталады. Дәрумені жаңа видео бейне материалдан да көрдік. Иә, балалар? Жақсы. Силра деп не және ол қандай дәруменнің жетіспеуіне болады? С дәруменнің жетіспеуіне болады. Онда қандай өзгерістер болады? Тістердің тісі жақсы. Тістері қанат тұрады балалар, үнемі. Дәрумендер және суда және майда еритін қалай болып бөлінеді? Қалай бөлінеді? Суда еритіндер С, В тобының дәрумендері болады. Енді топтық жұмысымызды қорғап көрейік. Ал, сіздерге берілген тапсырма қандай еді? Дұрыс тамақтану күнделігін жасап келдік. Жақсы, айта қойыңыз. Тағы аз. Күріш ботқасы В дәрумені бар. Сары май А дәрумені бар. Сүтті шай В дәрумені бар. Бұл таңға асқа ішкен тағамымызда осындай дәрумендердің бар екенін атап көрсетті. Түсінікті болды ма балалар сіздерге? Жақсы, түс тасыңызда Балық 12 дәрумені бар. жақсы. Қырқабат салаты К дәрумені бар. Қананда Қырқабат К дәрумені бар. Қаранан В дәрумені бар. Айран В дәрумені бар. Кешкі ас сары май А дәрумені бар. Көкөніс сорпасы Е дәрумені бар. жақсы, сары майда да Е дәрумені болады негізі. Кішкене қателесіп кеткенімізге 2 балл. Жақсы айтқан, таңғасты жақсы айтқан қызымызға 3 балл берейік. Сіздерге витаминдер береміз. Витаминдеріңіз, дәрумендеріңіз толығып жүрсін. Сіздерге берілген тапсырма қандай? Топтық жұмыс сен диетологсың деп аталады, иә? Бірінші сұрағымыз қандай? Шығармашылық жұмыс, иә? Айнұрдың тісі жиі қанайды. Сол үшін мен оған Айнұрдың тісі жиі қанайды дейді, иә? Мен оған осындай кеңес бердім. Оған С витамині мен Е витамині жетіспейді. Сол үшін оған апельсин жиі жеу керек, жұмыртқа жеу керек, бұрыш жеу керек, өңделген дақылдар жеу керек. Жаңадан өнген дақылдарды жеу керек. С және Е витамині жеу керек. Келесісі қандай? Диана. Диананың бірінші сұрағы. Диана не істеп тұр? Дианаға Диана жиі ауырады. Жиі ауырады, иммунитеті төмен екен.
Оған қандай кеңес беріп тұрсыз? С дәрумені. Аха, Дианаға? С дәруменін жетпейді. Аха. С дәрумені. Оған лимон қышқылдағы ит мұрын қарақат. Балдарыңызды берейін. Сізге де үш бал. Сіздерге де дәрумендеріңіз үнемі толығып жүрсін. Отыра қойыңыздар. Қой бір сұрақты. Оқи қой. Майда еритін дәрумендер қандай? Аха, қайсысы майда ериді осылардың? Рибофлавин. Өте дұрыс, иә? В1, В3 витаминдері майда жақсы ериді екен. Арына келе қойыңыз. В12 витамині қайсы Ауруларға қарсы. Қайсысына осы келеді екен, біреуін баса қойыңыз. Қателесіп кеттіңіз, иә? Қандайға екен? Дәрумені бар суретті көрсетіңіз дейді. Дәрумені бар суретті көрсетіңіз деді, иә? В1 дәрумені Екінші атауы дейді. Уақыт береді ғой апай. Тиамин екен. Жақсы. Қазір тоқтайды. Екінші атауы. Қандай? Тиамин. Жақсы, тиамин екен. Бір жібер. Бір рет басасыз. Суда еритін май бар, қатары дейді. Жақсы екен, иә? Өте жақсы. Келесі. Кім? Келе ғой бір сезім. Сізде таңдап көріңізші. Қалай болар екен? В12 витамині қай ауруларға қарсы тұрады дейді. Жоқ. Мишель ғой. Мишель. Ал балалар, бізге А және С витамині келіп тұр, иә? Ол А және С витамині өздерінің қандай екенін таныстырып өтеді. Қандай тағамның құрамында бар екенін, қандай пайдасы бар екенін бұлар жетіспесе, дене мүшесіне қандай зардап шегетіні туралы айтып өтеміз дейді. Ал А және С витамині қош келдіңіздер, ал өздеріңізді айта кетіңіздер. Мұқият тыңдайық. Ал А витамині. А витаминінің егер де А витамині жетіспесе, тері құрғап жарылады. Сосын? Ол көзге пайдалы. Сосын? Жетпей қалса не болады? Көздің көруі нашарлайды. Нашарлайды, иә. Қараңғыда болады екен. Содан? Бұнымен жетпей қалмас үшін не істеуіміз керек? Жетпей қалмас үшін А дәрумені бар тағамдарды көп тұтыну керек. Олар қайда бар екен? Сүтте, жұмыртқада, сәбізде болады. Болады. Бұлар А витамині екен. Жақсы. Олай болса, енді С витамині сіз айта қойыңыз. С витамині көп жемесе, ол тіс қанауына С витамині тіс қанауына келеді, адам әлсіруіне келеді. Я тіс қанайтын ауру, балар қырқылақ немесе цинга деген ауру. Адам әлсірейді, одан жиі ауырады. Сол үшін С дәрумен жиі ішіп тұру керек. Ол жеміс жидекте, көкөністерде болады. Лимонда, ит мұрында, қарақатта көп кездеседі екен. Балаларға не айтасыз? Үнемі? С витамині.
тұтыну? Мен С витаминімін. Мені көбінесе жеміс жидектерден немесе көкөністерден кездестіруге болады. Қанша витамин жинады екен? Кім қанша витамин жинады екен? Санап жіберейік. Ақтіректе 7 жинапты. Жансаяда 7 екен. Гүлсезімде 8 витамин жинапты. Витаминнің көп болып кетуі қандай ауру еді балалар? Қандай ауру еді? Гипервитаминоз екен. Аруна 9 жинапты. Болса, бүгінгі сабағымызға кері байланыс берейікші. Бүгінгі сабағымыздың мақсатына жете алдық па? Еңірек айта қойшы бүгінгі сабақта бір сөйлем әдісі арқылы. Бүгінгі сабақта Б, С, А бірлерге витамин туралы білдіреді. Олардың зияны және пайдасын білдіреді. Және де көзге пайдасын немесе зиян заттарын білдіреді. Білдік, жақсы. Келесі айта қойшы Гүлсезім. С дәріменің судан енетіндігін және басқа дәрімендердің пайдасы мен зиянын кездестіретінімізді деп білдік. Бүгінгі сабақ. Ұнады. Жақсы балалар. Келесі үй жұмысын жазып алайық. Үй жұмысымыз біз тұтынып жатқан тамақтардың барлығы бізге пайдалы ма, әлде зиянды ма? Сол туралы пікір талас дайындап келеміз. Шығармашылық жұмыс, үй жұмысын аламыз барлығымыз. Біз тұтынып жатқан тамақтардың пайдасы да, зияны да бар ма? Соны екі топқа бөліп қарастырып келеміз. Шығармашылық жұмыс, үй жұмысын. Жақсы балалар.